Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Биханова Женскую Зигзаг KZ арнасы. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге ерекше күрделі осындай 3D құрауды үйрететін боламын. Бұл құрақтың 3D болудың ерекшелігі көзді жаңа ойнатады және таза мақпалдан және королевский блюден екі түрлі матадан құралады. Ол үшін біздерге қажет мына қызылдан 15-те 15, 3,5 шаршы қажет, міне үшеу, және мынадай жарты шаршы қажет. Сосын бізге қажет серый түстен мынадай 15-та 15-тен 6 шаршы қажет, және бізге керек содан кейінгі түс көк түс, міне одан да 15-та 15-тен 3,5 шаршы, міне 3 шаршы, сосын мына шаршының жарты шаршысы қажет. 4-ші шаршы бізге керек сары түстен 15-те 15-тен 3 шаршы қажет. Міне қызыл бір шаршымызды мына серый шаршымызға алдыңғы видеодағылай бір-біріне қаратып тігіп, ортасынан былай сызып, екі сызықпен тігіп аламыз. Міне мен дайындап қойдым. Міне 3 сызық. Мына шеттен мына шетке шейін. Осы да қиятын сызық, мына екі жағы тігетін сызық. Өстіп осы шашымызды тігіп аламыз. Екінші бізге қажет, серийден бір түсімізге екінші аламыз, сарымыздың бір шаршымызды, мына дәл осындай қылып, міне сызып дайындап қойдым, тігіп аламыз, дәл осындай қылып. Енді үшінші бізге тағы бір осындай серийімізға көк түсімізді дәл мындай қылып тігіп аламыз. Міне шаршыларымызды тігіп болдық. Бір қызыл, бір серийден бір штук, бір сериймен бір сарыдан мынадан 2 штук, сосын бір сериймен бір көктен 1 штук. Енді осы қиылған шаршыларымызды бүйтіп ортасынан мен көрсетіп қойғандай бәрін осылай қиып шығамыз. Міне жаңағы шаршыларымызды қиып болдық, міне осындай болып шығады. Енді қалған шаршыларымызды мына құрақтың жұмысына қарай қиып үйлестіреміз. Бұл құрақта алдыңғы құрақтар сияқты күрделірек мән беріп қарап алыңыздар. Міне қалған шаршыларымызды міне ортасын сызып қойдық. Міне мына шаршымды мынадай кесіп алдым. Бәйтіп, қалған шаршыларымыздың ортасынан кесіп аламыз бәрін. Міне осындай жарты шаршыдан толықтай осындайдан 4-еу көк түстен, 4 қызыл түстен осыны бөлек қоямыз. Енді бізге керек осындай 2 серий шаршымызды, серий жарты шаршымызды 2 мындай сары жарты шаршымызға міне осылай қоямыз да, мына шаршымызды осылай қоямыз, жарты шаршымызды. Сосын мына 2 сызықтан бүйтіп тігіп шығамыз да, мына ортасын кесеміз. Осы екеуін тігіп аламыз. Міне бекітіп алдық, енді осыны тігеміз.
Мына екі сызық тігетін сызық, ортасындағы қиятын сызық. Міне тігіп шықтық. Енді бұны қиған кезде бір жағы сері, бір жағы сары шаршы болып шығады. Енді мындай жарты сериімізға жарты қызылымызды дәл мынадай алып тігіп аламыз. Міне енді қалған жарты сериімізді көк сериімізге дәл мындай қылып тігіп аламыз. Енді міне жартылай шаршыларымыз тігіп алдық қой. Енді осының бәрін қиямыз. Ол қию үшін ортасындағы қиюға арналған сызықты қиған кезде мындай жарты шашымыз дайын болады. Міне қиғанымда осындай жарты, бір жағы сары сері, бір жағы сері қызыл, бір жағы сері көк, осындай жарты шашымыз дайын болды. Енді құрақты құрап бастаймыз. Міне құрағымыздың бірінші қатары осылай. Енді мына жарты шашымызға мына жарты шашымызды қосып аламыз. Міне қиып шықтық. Сол кезде осындай шаршы шықты. Енді осы шаршымызды осылай қаратып отырып тігіп аламыз. Міне осылай шықты. Енді осыны тігіп аламыз. Міне құрағымыздың бірінші қатары дәл осылай шығады. Міне екінші қатарымыз. Енді мына көгімізге мына қызылымызды мына жартылай қызыл мен серейімізді бұлай тігіп аламыз. Міне көгімізге серей мен қызылымызды осылай тіктік. Енді мына қызылымызға серей мен көгімізді осылай тігіп аламыз. Міне екіншімізді тігіп шықтық, төртбұрыштымызды. Ол осылай түседі. Енді мына көгімізге серей мен сарымызды осылай тігіп аламыз. Міне осындай болып шықты. Осылай бір-біріне тігіп аламыз. Мынаған тігеміз. Енді мынау осылаймен, осыны осылай тігем. Осылай тігіп аламыз. Міне тігіп шықтық. Енді осыны бұлай тігеміз. Көкке көкті келтіріп. Міне екінші ряд. Міне екі қатары дайын болды құрағымыздың. Міне үшінші қатар осылай шығады. Бірінші мына көкке серей мен сарымызды тігіп аламыз. Міне бірінші немізді төртбұрышымызды тігіп алдық. Енді келесісін қызылымызға, мынандай жарты қызылымызға көк пен серейімізді тігіп аламыз. Екінші төртбұрышымыз осылай шықты. Осылай қоямыз. Енді мына көгімізге мына серей мен қызылымызды біріктіріп тігіп аламыз. Міне мынадай болып шықты. Осын осылай қоямыз. Енді осылардың бір-біріне бастарын бекітіп аламыз.
Енді екінші омен енді осыны осылай қосып аламыз. Міне үшінші қатарымыз дайын болды. Енді осы мына дайын болған екі қатарын қосып тастаймыз. Міне үшінші қатарымыз бітіп болдық. Қосып шықты. Енді төртінші қатарымызды дайындаймыз. Төртінші қатарымыз бірінші осылай түседі, екінші мына осылай түседі, үшінші осы қызылымызға сары мен серіміз осылай түседі. Шатысып қалмаңыздар. Мына жерде көп шатыстыратын нелер бар, абайлаңыздар. Шатысып кетсеңіздер, мына узор шықпайды. Және төртінші қатарымыз осылай шығады. Енді осыларды жайлап қосып аламыз. Бірінші қатарда мына сері мен сарымызды сері мен қызылымызға бүйтіп қосып аламыз. Екінші мына қызылымызға осылай тігіп, мынаны былай тігеміз, сосын оны былай тігеміз. Мына енді төрт пүштімізді мынаған бүйтіп тігіп аламыз. Енді мына екеуі дайын болды. Енді осы қызылымызға осылай қойып тігіп шығамыз. Міне төртінші қатарымыз дайын болды. Осы төртінші қатарымызды дайындап қойған қатарға қосып тігеміз. Міне 3D құрағымыздың арты осындай болып шықты. Енді сіздерге алдын көрсетем. Міне 3D құрағымыз осылай болып шығады. Бұл құрақ күрделі, үйреніп мән беріп алыңыздар. Мән беріп қараңыздар. Қайта қарап түсініп алыңыздар. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.